Көршілердің бәрі телефонға түсіріптір. Енем сүйікті Лексусының дөңгөлегіне жабысып, эвакуатушыларға менің кім екенімді білесіңдер ме деп шыңғырып жатыр. Білеміз. Сен асыраушысын сатқан масылсың. Мен олардан бәрін тартып алдым. Көлікті де, үйді де, намысты да. Бұл күйеуім мен енемді нанғазар қылған әділетті кегімнің тарихы. Алдымен оқиғаның басына оралайық. Күміс қасықтың фарфор тәрелкеге тиген сыңғыры ғана зәулім ас үйдің тыныштығын бұзып тұрды. Төбедегі алып хрусталь люстраның алтын сәулесі италиялық мәрмәр үстелдің суық бетіне шағылысып тұр. Бұл үйдегі күнделікті отбасылық драманың сахнасы осы еді. Осы қойылымның режиссері әрі басты актрисасы Айсұлу алдындағы көкөніс сорпасын тәбетсіз ғана араластырып отырды. Бүгін ол күйеуі Русланның сүйікті тағамын дайындаған еді. 5 сағат бойы баяу отта бұқтырылған арнайы ет. Айсұлу мұны шын ниетімен күйеуінің жүзінен ризашылық күлкісін көремін деген үмітпен жасаған. Алайда Руслан үнсіз тамақтанып отырды. Оның көзі қарсы алдында отырған әйелінен гөрі қолындағы айфонның экранына көбірек түсетін. Тамағың жаман емес екен, Айсұлу, деді Раушан апа тыныштықты бұзып. Даусы құрғақ, бірақ сөздері тікенектей қадалды. Баяғы ескі еміздің жанындағы арзан асхананың бұршақ сорпасы есіме түсіп кетті. Сен сияқты ауылдан келген қыз үшін бұл нағыз аутентичный дәм ғой. Мақтауға оралған қорлау. Айсұлу мұндайға еті үйреніп кеткен. Ол тек еріннің ұшымен ғана жымиды. Бұл жылдар бойы жаттыққан жансыз күлкі еді. Асыңыз дәмді болсын, мама. Ұнағанына қуаныштымын. Әрине, мамаға ұнайды. Мама келінінің жасаған кез келген тамағына риза ғой, деді Руслан, ақыры телефоннан басын көтеріп. Ол Айсұлуға біз біргеміз дегендей сыбдырсыз көз қысты. Бірақ Айсұлу бұл қорғаныстың қуыс кеуде екенін білет. Руслан әйелінің намысын қорғау үшін емес. Жай ғана ыңғайсыз әңгімені тезірек бітіру үшін осылай істейтін. Келесі жолы мен әкеліп берген француз асханасы кітабынан қарап пісірші. Біздің әулет базардың тамағына емес, дегдар, талғампаз асқа үйрену керек, деді Раушан апа, қасығын әдемі қимылмен үстелге қойып. Айсұлу үндемеді. Ол тек күйеуінен түттей де болса қолдау күтіп қарады. Бірақ Руслан оның жанарынан қашып, стаканына су құюмен әуре болды. Дәл сол сәтте Айсұлу өзі салдырғаған осы зәулім сарайда өзін әлемдегі ең жалғыз адам сезінді. Биік бағаналары мен шетелден алдырған жиһаздары бар бұл үй, оның бала кезіндегі жалдамалы тар пәтерінен де суық әрі бос көрінді. Кешкі астан соң, әдеттегідей дастарханды жинау Айсұлудың мойнында қалды. Үй қызметшілері тек кешкі 6-ға дейін жұмыс істейтін. Бұл Раушан апаның кешкісін отбасылық құпияны сақтау керек деген сылтаумен шығарған ережесі. Шын мәнінде бұл Айсұлудың осы үйдегі орны қызметшіден артық емес екенін көрсетудің тағы бір амал еді. Өзінің некесінде ешқашан еркін қолдана алмаған қымбат ыдыстарды жуып тұрып, Айсұлу терезедегі сәуледен өзіне қарады. Бұл бәрі бар, бірақ ештеңесі жоқ. Қажыған әйелдің бейнесі еді. Сыртқы әлемде, күйеуі мен енесі білмейтін әлемде ол патшайым болатын. Айсұлу, қазіргі нарықтық құнаны миллиардтаған теңгеге бағаланатын. Vertex Dynamics технологиялық стартапының негізін қалаушы әрі бас директоры, CEO. Ол бұл компанияны нөлден бастап өз маңдай терімен тұрғызған. Бірақ мына үйде ол өз жарқылын әдейі жасырып келді. Русланның еркек ретіндегі намысына тимеу үшін оны әкесінен қалған мұраның арқасында инвестиция жасап жүрген табысты отағасы етіп көрсететін аңызды бірге құрастырған еді. Осы сән салтанаттың бәрі Алматының ең қымбат ауданындағы коттедж, су жаңа көліктер, шетелдік демалыстар, тіпті Раушан апаның лимиті шексіз голд картасы да Айсұлудың есепшоттарынан төленетін. Олар Айсұлудың есебінен шалқып өмір сүріп, сонымен бірге оның намысын таптаудан жалықпайтын.
Сол түні қолындағы көбікті шайып тұрып, Айсұлу алғаш рет өзіне сұрақ қойды. Мен бұл спектакльді қашанғы жалғастырамын? Айсұлудың көңіліне күдік. Бірден емес, жайлап жауған жаңбырдай біртіндеп ұялады. Бәрі оның кабинетіндегі күнделікті тексерістен басталды. Бұл үйдің басқа бөлігіне мүлде ұқсамайтын, заманауи техникамен жабдықталған минималистік бөлме еді. Руслан мен Раушан апа бұл жерді Айсұлудың түсініксіз хобби бұрышы деп қабылдайтын. Қалың емен есікті жапқан соң, Айсұлу жуас келін рөлінен арылып, бизнес әлемінде беделі бар аха болатын. Күрделі графиктер мен деректерге толы мониторларға қарап отырып, ол компанияның жағдайымен бірге жеке қаржысында бақылайтын. Сол кезде ол бір ауытқуды байқады. Раушан апаға берген қосымша карта әдетте тек Есентай гурметтен азық-түлік алуға немесе құрбылармен шай ішуге қолданылатын картадан оғаш төлемдер шыға бастады. Есентай молдағы қымбат бутиктердің бірінен жаңа көліктің құнына тең сомаға сауда жасалған. Қаладағы элиталық сұлулық салонында бір менеджердің айлығына тең сомаға процедуралар жасалған. Ал ең жиі қайталанатыны қаланың ең биік нүктесінде орналасқан, тіпті Айсұлудың өзі барып көрмеген аспан мейрамханасындағы кешкі астың шоттары. Басында Айсұлу мұны елемеуге тырысты. Мүмкін, енем өзін еркелеткісі келген шығар, деп ойлады. Бірақ бұл төлемдер апта сайын қайталана берді. Және дәл Русланның жаңа жобамен түнге дейін жұмыста қаламын, немесе шетелдік инвесторлармен кездесуім бар деген күндермен сәйкес келетін. Күдік қоюлана түсті. Руслан барған сайын алыстап бара жатты. Телефоны үнемі дыбыссыз режимде қолынан тастамайды. Кейде түн ортасында үйге оралғанда жидесінен бөтен әйелдің иіссуы аңқитын. Бұл Раушан апаның ауыр, классикалық әтір емес, тәтті әрі заманауи хош иіс еді. Айсұлу сұраған кезде Русланның жауабы әрқашан дайын тұратын. Бұл клиенттің иіссуы ғой жаным. Келіссөз бөлмесі тым тар болды. Немесе, ой, үйде жұмыс туралы айтпаш, басым ауырып тұр. Шыдамның шегі досы Камиланың қоңырауынан кейін үзілді. Камиланың даусы тұтқаның арғы жағында дірілдеп естілді. Айсұлу, сен жақсысың ба? Әрине, Камила. Неге сұрадың? Деді Айсұлу, көңілді көрінуге тырысып. Камила терең дем алды. Отбасын араласқым келмейді. Бірақ кеше мен Русланды сауда үйінде кездейсоқ көріп қалдым. Ол жалғыз емес еді. Айсұлудың жүрегі дір етті. Клиентпен жүрген шығар? Деді ол, өзін өзі сендіргісі келіп. Клиентке ұқсамайды, Айсұлу. Және мен сол мейрамханада, сол үстелде Раушан апаның да отырғанын көрдім. Олар бәрі бірге күлісіп отырды. Бірақ мен алыста болдым. Нақты сенімді емеспін. Телефон тұтқасын қойғанда Айсұлудың басы шыр айналды. Раушан апа? Руслан және бейтаныс әйелмен бірге күлісіп отыр. Пазлдың бөліктері бірігіп, Айсұлу елестетуден қорыққан сұмдық бейнені құрады. Жаңбырлы күдік енді басына төнген қара бұлтқа айналды. Дауыл соғуға дайын еді. 2 күннен кейін дауыл телефонға келген қысқа хабарлама арқылы бұрқ етті. Түстен кейін Айсұлу Сингапурдағы командасымен видеоконференцияда отырған. Экранда ол Оңтүстік Шығыс Азия нарығын жаулау стратегиясын сенімді түрде талқылап жатқан темір леди еді. Бірақ қоңырау аяқталып, кабинетке тыныштық орнағанда, ол қайтадан мазасыз әйелге айналды. Үстел үстіндегі телефоны дірілдеп, Камиладан хабарлама келгенін көрсетті. Жүрегі аузына тығылды. Қолы сәл дірілдеп, хабарламаны ашты. Қысқа сөйлем. Кешір, Айсұлу. Сен мұны көруің керек. Астында сурет бар. Айсұлудың әлемі тоқтап қаландай болды. Тынысы тарылды. Қарсы беттегі үстелден жасырын түсірілген фотода қымбат бутик ішіндегі кафе бейнеленген. Ол жерде Айсұлуға жақсы таныс 3 адам өте жақын отыр. Күйеуі Руслан жанындағы жас қызға сүйсіне қарап отыр. Бұл оның көңілгесі екені даусыз. Қыз Русланның иығына еркелей сүйеніп,
Танымал брендтің жаңа сөмкесін көрсетіп мәз. Бірақ Айсұлуды кереткен бұл емес еді. Оның жүрегін тілімдеген нәрсе фотодағы үшінші адам болды. Раушан апа. Оның енесі. Олардың қарсысында отыр. Жүзінде Айсұлуға ешқашан арнамаған шынайы, жарқын күлкі. Раушан апаның қолы әлгі қыздың бетіне түскен шашын аналық мейіріммен түзеп жатыр. Бұл қабылдаудың белгісі. Бұл бата беру. Айсұлудың тұла бойы мәрмәр еденнен де бетер суып кетті. Русланның апасыздығы онсыз да ауыр еді. Бірақ өзі қанша қызмет етсе де, жақпаған енесінің күйеуінің көңілесімен осылай жарасып, тіпті оны еркелетіп отырғанын көру. Бұл арқадан және жүректен қатар сұғылған қанжардай болды. Фотон үлкейтті. Қыздың қолындағы пакет Эссентай молдағы ең қымбат бутиктен. Үстелдері тәттіліге толы. Картадан ұсталынған әрбір оғаш төлемнің енді жүзі бар еді. Көңілдес қыздың риза кейпі және Раушан апаның бақытты жүзі. Олар Айсұлудың ақшасына тойлап, оның сыртынан күліп, сатып кеткендерін атап өтуде. Сарс. Ноутбуктың жанында тұрған су толы стақан еденге құлап, дәл Айсұлудың жүрегінде іштінап сынды. Бірақ Айсұлу жылаған жоқ. Көз жасы кірпігінде мұз болып қатып қалғанда еді. Ішінде тек бос қуыс пайда болды. Және сол қуыс бірте-бірте суық, өшпес ашуға тола бастады. Өшкен телефон экранынан өзінің бозарған бейнесін көрді. Бұл әйел нәзік әрі жеңілген сияқты көрінгенімен, оның көздерінде жаңа бір ұшқын пайда болды. Қатты, өткір, аяусыз бірдеңе. Бұл жалған спектакль өзінің соңғы актісіне жетті. Айсұлу сынған шынылардың ортасында бір сағаттай қозғалыссыз отырды. Ауырсыну, шок және өкініш басылып, оның орнын қорқынышты тыныштық басты. Бұл цунами алдындағы тымық күн еді. Орнынан тұрып, шашылған шынылардың үстімен елемей басып өтті. Керезеден өз ақшасын төлеп күткізген. Бірақ ешқашан қызығын көре алмаған бақшаға қарады. Осы уақытқа дейін ол сабырлықты қасиет деп санады. Басымды иіп, қызмет етсем. Түбінде мені сіңісіп кетеді, жақсы көреді, деп ойлады. Егер өз күшімді жасырсам, шаңырақтағы тыныштықты және күйеуімнің нәзік эгосын сақтаймын, деп сенді. Қандай аңқау болған. Оның сабырлығын әлсіздікке балады. Қызметін келіндік міндет деп қабылдады. Құрбандығын елеусіз қалдырды. Руслан мен Раушан апа оның бәрін тартып алды. Уақытын, күшін, ақшасын. Енді келіп қадір қасиетін. Оларға сарай салып берді. Ал олар оны сол сарайдың күңіне айналдырды. Ал төрге басқа бір бөгде қызды отырғызды. Бітті, деп сыбырлады ол терезедегі шағылысына. Даусы қарлыққан, бірақ нық естілді. Үстеліне қайта оралды. Сенімді қимылмен мониторларды қосты. Акциялар кестесі, қаржылық есептер, директорлардан келген шұғыл хаттар бәрі енді басқаша көрінді. Бұл енді жай ғана жұмыс емес. Бұл оның патшалығы. Оның күш қуатының көзі еді. Өз қанымен және терімен тұрғызған бекінісін өміріндегі паразиттерге таптатпайды. 5 сағат ет асқан жуас келін сол күні өлді. Оның орнына Vertex Dynamics компаниясының суыққанды стратегі Айсұлу Ермекова келді. Ұйқыдағы патшайым оянды. Телефонды алып, жеке көмекшісінің нөмірін терді. Сәлеметсіз бе Айсұлу ханым? Тыңдап тұрмын, деді көмекшісі әсел кәсіби дауыспен. Маған бірнеше нәрсе керек. Біріншіден, менің барлық жеке активтерім, жылжымайтын мүлік, көліктер және банк шоттар туралы толық есеп дайында. Некеге дейін алынған мүлік пен ортақ мүлікті нақты ажыратып жаз. Түсінікті ме? Түсінікті Айсұлу ханым. Екіншіден, заң бөліміне хабарлас. Ажырасуға және мүлікті бөлуге қатысты талап, арыздың жобасын дайындасын. Барлық деректерді қос. Қысқа үнсіздік болды. Әсел таңғалып тұрған еді.
құп болады. Бірден кірсемін. Және Әсел, деп қосты Айсұлу мұзға бергісіз дауыспен. Руслан мен Раушан апаның атына ашылған қосымша карталардан жұмсалған әрбір тиын туралы маған нақты уақыт режимінде хабарлап отыр. Түсіндім. Тұтқаны қойған соң, Айсұлу үстел тартпасынан былғары мұқабалы қойын дәптерін алды. Бірінші бетіне әдедемі жазумен «Операция, бәрін қайтару» деп жазды. Бұл жай ғана эмоцияға берілген кек алу емес, суық есеппен құрылған бизнес-стратегия болатын. Мақсат – оларды соншалықты тәкаппар қылған байлық пен биліктен айыру және шынайы өмірмен бетпе-бет келтіру. Ештеңесі жоқ адам болудың қандай екенін сезіндіру. Жоспардың бірінші кезеңі ертесіне таңертең басталды. Айсұлу әдеттегіден ерте тұрып, ең қымбат іскерлік костюмін киіп, үйден шығып кетті. Руслан мен Раушан апа оянғанша, ол қаланың орталығындағы бизнес орталықтың 50 қабатындағы, бүкіл Алматы алақандағыдай көрінетін кабинетінде таңғы асын ішіп отырды. Биіктен қарағанда оның әлемі кең, ал үйдегі мәселелері тым ұсақ болып көрінді. Сағат тура 9:00-де жеке банкиріне қоңырау шалды. Қайырлы таң, Мұрат мырза, мен Айсұлумын. Қайырлы таң, Айсұлу ханым. Сізден қоңырау қабылдау мен үшін мәртебе. Менің шоттарыма байланған барлық қосымша несие және дебеттік карталарды қазірден бастап бұғаттауыңызды сұраймын. Барлық карталарды ма? Руслан мырза, мен Раушан ханымның атындағыларды да ма? Иә, барлығын. Себебін сұраса, қауіпсіздік мақсатында деп айтыңыз. Күдікті белсенділік байқалды, деңіз, деді Айсұлу, қарсылыққа жол бермейтін дауыспен. Түсінікті. Өтінім қабылданды. 5 минутта бәрі істен шығады. Айсұлу суық қанағаттану сезімімен телефонды қойды. Бірінші соққы жасалды. Қаланың екінші шетінде Раушан апа мен баласының көңілдесі Алина өздерінің менмендігінің шынында жүрген еді. Сұлулық салонындағы қымбат процедуралардан кейін олар 5 жұлдызды қонақ үйдің мейрамханасына түскі асқа барды. Алина мәзірдегі ең қымбат лобстер мен элиталық шампанға еркелей нұсқады. Өзіне тиесілі емес Амиян мен өзін жомарт сезінген Раушан апа күлімсіреп басын иді. Сен ең жақсысын алайықсың, қызым. Біздің болашақ келініміз мінсіз болуы керек. Жұрт қызығатындай болсын, деді ол көз қысып. Тәтті десерт желініп, даяшы шотта келгенде, Раушан апа паңдана қара блэк картасын ұсынды. Бірнеше минуттан соң даяшы қысылып қайтып келді. Кешіріңіз, ханым, карта қабылданбады. Раушан апаның жүзі қызарып кетті. Қалайша қабылданбайды? Қайтадан көр, банктың байланысы нашар шығар, деп зіргете қалды. Даяшы қайта көрді. Нәтиже сол. Әлі істемей тұр, ханым. Терминал қабылдамай жатыр. Алина шыдамсыздана бастады. Раушан апа тілін тамдайға бір қағып, сөмкесінен екінші платинум картаны шығарды. Ол да өтпеді. Бойына үрей жүгірді. Дебеттік картаны көрді. Сол жағдай. Көрші үстелдерден күбір-сыбыр естіле бастады. Мына кісілер төлей алмай жатыр ма? Деген сыбырлар құлағына жетті. Раушан апаның беті өртеніп барады. Ят, ашу және түсінбеушілік араласқан күйде ол дереу Айсұлуға қоңырау шалды. Кабинетінде отырған Айсұлу экранда енесінің атын көріп, сәл кідіріп барып көтерді. «Я, мама». «Айсұлу, карталарға не істегенсің? Неге бірде біреу істемейді?» деп айқайлады Раушан. Апаның даусы телефоннан қатты шыққаны сонша, динамикті қосудың да қажеті жоқ еді. Айсұлу телефонды құлағынан алшақтатты. «Я, істемей тұр ма?» деді таңғалған сыңай танытып. «Мүмкін банкте ақау бар шығар, немесе пин-кодты қате терген боларсыз. Кейінірек көріңіз». «Өтірік айтпа. Бұл сенің ісің екені анық. Қазір қос бәрін». «Кешіріңіз, мама. Мен маңызды жиналыстамын. Қазір сөйлесе алмаймын», деп Айсұлу жауап күтпестен тұтқаны қойып, телефонды өшіріп тастады. Арғы жақтағы енесінің долданып,
Ал бүгін люкс өмір сүрем деп жоспарлаған Алинаның тұмсығы тасқа тигенін елестетіп, Айсұлудың жүзіне алғаш рет шынайы, бірақ суық күлкі үйірілді. Ойын енді басталды. Және бұл жолы барлық көзір Айсұлудың қолында. Зәулім, үйдің есігі ашылып, түн тыныштығы бұзылды. Раушан апа үйге дауыл сияқты басып кірді. Түрі ашу мен қорланудан қып-қызыл. Артынан түтігіп кеткен Алина еріп келеді. Мейрамханадағы масқара ұмытылмастай болды. Барлық карталар бұғатталған соң, Алина амалсыздан өзінің дебеттік картасымен төлеуге мәжбүр болған. Күтпеген шығынға ұшыраған ол, таксимен үйге жеткенше жол бойы шағымданып келді. Айсұлу оларды қонақ бөлмеде күтіп отырған еді. Қолында ыстық жасмин шайы, диванда жайбарақат отыр. Бейне бір құрметті қонақтарды күтіп отырғандай. Бұл көрініс Раушан апаны одан сайын құтыртты. «Айсұлу!» деп айқайлады ол. Зәулім залдың төбесі жаңғырып кетті. «Сен мені жұрттың көзінше масқара қылуға қалайдатың барды? Өзіңді кіммін деп ойлайсың, а?» Айсұлу шайын асықпай ұрттап үстелге қойды. Енесіне бұрын соңды көрсетпеген суық, бөтен жанармен қарады. «Мен жай ғана өз үйімде отырмын, мама. Түн ортасында айқайлап біргенсіз ғой? Кім тәрбиесіз бұл жерде?» Раушан апаның аузы ашылып қалды. Сабырлы әрі өткір жауап оны бір сәтке тілсіз қалдырды. Осы уақытқа дейін Айсұлу кез келген ұрыста басын иіп, кешірім сұрайтын келін болатын. Бірақ алдындағы әйел мүлдем басқа. Ахуалдың шиеленісіп бара жатқанын сезген Алина жағымпаз дауыспен араласты. «Тәте, сабыр сақтаңызшы. Айсұлу әдейі істемеген шығар. Я, Айсұлу? Келесі жолы несие картасының шотын төлеуді ұмытпашы, жарай ма? Тәтеміз ыңғайсыз жағдайда қалды». Бұл үлкен қателік еді. Айсұлудың көздері Алинаға қадалды. Жанары скальпелдей өткір. «Біріншіден, мен ешқашан шот төлеуді ұмытқан емеспін. Екіншіден, мен сені үйіме қонаққа шақырғаным есімде жоқ. Үшіншіден», Айсұлу әр сөзін шегелегендей тоқтады. «Бұл менің енем екеуміздің арамыздағы шаруа. Бөтен адамның отбасылық мәселеге тұмсық тығатын хақысы жоқ». Алинаның беті лезде бозарып кетті. Раушан апаның мақтанатын болашақ келіні деген статус Айсұлудың бір қарасымен жоққа шықты. Алина баспалдақтан түсіп келе жатқан Русланды көріп, содан пана іздегенде жалтақтады. Дау-дамайды естіп түскен Русланды көріп, Раушан апа ақыры тілге келді. «Бөтен адам? Ол Русланның болашақ жары, және менің болашақ келінім. Ал нағыз бөтен, бұл жерде сенсің. Үйдің қаржысын дұрыс басқара алмайтын, қолынан түк келмейтін келінсің сен». Айсұлудың ернінде жылуы жоқ күлкі пайда болды. «Үйдің қаржысы дейсіз бе? Мама, шынымен сол туралы сөйлескіңіз келе ме? Менің білуімше, осы үйге бір тиын да қоспаған адамдар қазір ең қатты айқайлап талап қойып тұр». Бұл сөздер Раушан апа мен Русланға бірдей тиді. Осы кезге дейін үнсіз тұрған Руслан анасы мен сүйіктісін қорғау керек екенін түсінді. Бірақ аузын ашқанша Айсұлу орнынан тұрып кетті. «Мен шаршадым. Демаламын», деді ол әңгімені кесіп. Шок болып қалған үшеуінің жанынан өтіп, бөлмесіне қарай көтерілді. Артына бір ретте қараған жоқ. Сол түні Раушан апа алғаш рет бірдеңенің дұрыс емес екенін, тіпті өте жаман екенін сезді. Осы үйде патшайымдай өмір сүруге үйренген, әр сөзі бұлжытпай орындалатын заң болған әйел, бүгін өзі еден сыртқыш шүберек, құрлы көрмейтін келінінің алдында дәрменсіз күй кешті. Оның бастаған дауылы оянған Айсұлудың мұздай суық сабырының жанында жай ғана жел екен. Айсұлу бөлмесіне кіріп кеткен соң, Раушан апа бар ашуын Русланнан алды. «Таңдаған қатыныңның түрін көрдің бе? Маған қарсы сөйлеуге қалай дәті барды?» деп ұлының қолынан жылқылап тастады. «Еркек емессің бе? Тәрбиелемейсің бе әйеліңді? Бар, қазір сөйлес. Менің карталарымды дереу қоссын.
Айсылудың мұздай қарым-қатынасынан эгосы жараланған Руслан намыстанып қалды. Ол өзін осы үйдің қожасы сезінетін, немесе кем дегенде солай деп сенетін. Менмендікке толы қадаммен Айсылудың соңынан жатын бөлмеге көтерілді. Кіргенде Айсылудың ештеңе болмағандай жайбарақат жібек пижама таңдап тұрғанын көрді. Бұл көрініс оны одан сайын құтыртты. Айсылу, мынауың не қылық? Деп даусын көтерді ол. Анамды неге сыйламайсың? Карталарды неге бұғаттайсың? Айсылу артына бұрылып, күйеуіне селт етпестен қарады. Мен жай ғана өз үйімде отырып, қорлық көруден шаршадым, Руслан. Ал карта мәселесі бар болғаны қауіпсіздік шарасы. Қауіпсіздік дейді ғой, ақымақтықты қойшы. Сен менің анамды Алинаның көзінше әдейі қорладың. Қызғанып тұрсың ғой, иә? Деді Руслан, өзінің таяз түсінігіне сиятын жалғыз себепті алға тартып. Айсылу мырс етіп күлді. Бұл Русланды тіксіндірген құрғақ, әзілсіз күлкі еді. Қызғаныш дейсің бе, Руслан? Қазір менің сезімдерім ондай қарапайым нәрседен әлде қайда жоғары екеніне сендіре аламын. Ештеңе естігің келмейді, деп кесіп тастады Руслан, қайтадан әміршіл тонына түсіп. Қазір төмен түс. Анамнан кешірім сұра, және таңертеңге дейін барлық карталарды іске қос. Мен сенің күйеуімін, және бұл менің бұйрығым. Айсылу дәл осы сәтті күткен еді. Пижаманы төсекке тастап, Русланға жақындады да, тура көзіне қарады. Жанарында бұрынғыдай мейірім немесе жалбарыну жоқ. Тек біліксіз қарамағындағы қызметкерді бағалап тұрған басшының суық көз қарарасы тұрды. Руслан Ермеков, деді ол бастең, бірақ қауіпті дауыспен. Сен шынымен менімен қаржы мәселесін талқылағың келе ме? Шынымен осы үйдегі бұйрық пен билік туралы сөйлескің келе ме? Руслан үнсіз қалды. Бұл сұрақта бұрын соңды Айсылудан естімеген үлкен қауіп пен құдірет бар еді. Осы уақытқа дейін ол ақшаның қайдан келетінін ойлап та көрмеген. Тек ай сайын шотына түсіп тұратынын, ол ақшаның люкс өмір сүруге және көңілдес асырауға жететінін ғана білетін. Мұның бәрі Айсылу басқаратын инвестициялардан түсет деп топшылайтын. Әрине, сөйлесеміз, деді ол намысын қолдан бергісі келмей, даусы сәл дірілдесе де. Айсылу езу тартты. Жақсы. Онда айтшы, осы айда сенің табыс көзің қандай болды? Ипотеканы, жарық пен жылу ақысын төлеуге қанша қостым? Үй қызметшілерінің айлығына, тіпті жаңа ғана жеген тамағына қанша теңге шығардым? Біреуге бұйрық бермес бұрын, оған құқығың бар екеніне көз жеткізіп ал. Русланның тілі күрмеліп қалды. Жауап бере алмады. Өмірінде бір күн жұмыс істеп көрмеген адам еді. Барлығы оның алдына дайын күйінде келетін. Дәл осы сәтте әйелінің тесіп өтердей назарының астында ол басынан тәжі сыпырылып қалған ақымақ ханзададай сезінді. Кеш болды. Мен ұйықтаймын, деді Айсылу теріс айналып, әңгімені тәмамдады. Руслан сілейіп тұрып қалды. Ашуы тарқамады. Бірақ оған енді шарасыздық пен қорлану сезімі қосылды. Әйелін тәрбиелеуге кірбеді. Керісінше өзі сабақ алып шыққандай болды. Не болып жатқанын толық түсінбесе де, бір нәрсе анық еді. Ол білетін Айсылу жоқ. Ал оның орнын басқан мына әйел оған мүлдем ұнамады. Егер несие карталарының бұғатталуы алғашқы жер сілкінісі болса, келесі күндер олардың жайлы өмірінің қабырғасын біртіндеп қиратқан дүмпулерге ұласты. Айсылу енді ештеңе айтпады, тек үнсіз әрекет етті. Ертесіне таңертең Раушан апа үсті басын мұнтаздай ғып киініп, құрбыларымен Алтын Орда мейрамханасындағы жиынға баруға дайындалды. Кіреберісте тағатсыздана күтті. Жеке жүргізушісі Қайрат көрінбейді. Бірнеше рет қоңырау шалды. Жауап жоқ. Ақыры жүргізушілер қызметін ұсынатын компанияға хабарласты. Жауап қысқа әрі ресми болды. Кешіріңіз ханым, сіздің мекен-жайыңыз бойынша қызмет көрсету келісім шарты негізгі тапсырыс берушінің өтінішімен қайта қаралуда. Қызмет белгісіз мерзімге тоқтатылды.
негізгі тапсырыс беруші? Раушан апа түсінбей қабағын тиді. Амалсыздан күңкілдеп жүріп такси шақырды. Эконон тарифпен келген ескі көлікке міну ол үшін өліммен тең қорлық болды. Көршілер көріп қоймаса игеді. Ал Руслан болса, кешегі ресторандағы жағдайдан кейін шағымдануын тоқтатпаған Алинаға ақша аудармақ болды. Каспий Голд ташқанда телефон экранындағы жазу төбесінен мұздай су құйып жібергенде әсер етті. Төлем жасауға қаражат жеткіліксіз. Шотын тексерді. Әдетте айдың бірінші күні түсетін Айсұлудың аударымы ізім ғайым жоқ. Есеп шотында соқыр тиын қалмапты. Үрей биледі. Айсұлуға қоңырау шалды. Бірақ бірден дауыстық поштаға қосылды. Үйдегі хаос күшейе түсті. Бас үй қызметшісі уайымдайтын түрмен Раушан апаға келді. Раушан ханым, біздің айлығымыз әлі түскен жоқ. Әдетте осы уақытта түсіп қоюшы еді. Қоймадағы азық-түлікте таусылуға жақын. Арбуз комязеттен тапсырыс берейін десем, төлем өтпей тұр. Ұсақ түйек шаруаға ешқашан бас қатырып көрмеген Раушан апа. Үйдегі қолма-қол ақшаны пайдаланыңдар, деп зекиді. Үйде қолма-қол ақша қалмады, ханым, деді қызметші. Раушан апа сөз таба алмай қалды. Ылғи қоңыр салқын тұратын үй енді қапырық болып кетті. Кондиционерлері өшіп қалған ба? Жүздеген халықаралық арнасы бар кабельдік теледидар кенеттен көрсетпей қалды. Айдинет интернеті таспақану жүрісінде баяулап, мүлдем істемейтін хәлге жетті. Осы вақытқа дейін өздеріне тиесілі құқық деп санаған жайлылықтың бәрі ескертусіз бірінен соң бірі өшіріліп жатты. Айсұлу өз үйінде елес сияқты жүрді. Таң атпай жұмысқа кетіп, түнде бәрі ұйықтағанда ғана оралатын. Ол қақтығыстан әдейі қашты. Олардың өз уайымына өз дертін шыққанын қалады. Ағыл-тегіл ағып тұрған ақша кранының тамшылап барып, мүлдем құрғап қалғанын сезінулері керек еді. Олардың сән салтанаты жарықты өшіргендей оңай жоқ болатын иллюзия ғана екенін түсіндіргісі келді. Және сол өшіргіш Айсұлудың қолында болатын. Қала орталығындағы жалдамалы пәтерде Алина да тыпырши бастады. Оның бай әрі сымбатты ханзадасы Руслан енді қолында пакеттері бар жомарт сері емес, қабағы түйілі, уайымшыл біреуге айналып барады. Жаңа ашылған ресторандарға бару, Балиге саяхат. Шектеулі коллекциядағы сағат туралы уәделер бәрі буға айналып ұшып кетті. Жаным, соңғы кезде саған не болған? Деп сұрады Алина, оның шекесін уқалап. Олар қазір қымбат мейрамханада емес, Русланның жолшыбай дүңгі шеккен ала салған тамағын жеп отырған еді. Үйде кішігірім қиындықтар болып жатыр. Қандай қиындықтар? Ештеңе емес. Жай Айсұлудың мінезі өзгеріп жүр, деді Руслан тақырыпты жылы жауып қойғысы келіп. Қаншалықты өзгерді? Менің ай сайынғы күтіміме беретін ақшам әлі түспейтіндей өзгерді ме? Деді Алина даусын қатайтып. Және көлігің қайда? Неге соңғы кезде Яндекс таксимен жүрсің? Құрбыларыма көлігі жоқ жігітпен жүрмін деп айтқан ұят емес пе? Руслан ауыр күрсінді. Көлік сервисте тұр. Картамен мәселе болып жатыр. Сол үшін саған аудара алмадым. Сәл шыдашы. Шыда? Мен жетерліктей шыдадым, Руслан. Сен үшін қаншама бай жігіттерден бас тарттым. Сен маған үйленемін. Анау сүмелек әйелінен артық өмір сыйлаймын деп уәде бергенсің. Ал қазіргіміз не? Кеше ресторанның шотын мен төледім. Алина жарылып кетті. Оның сүйкімді, нәзік бейнесі лезде жоғалды. Байлық пенде өтіріктің іргетасына құрылған қарым-қатынастары алғашқы сызаттарын бере бастады. Алина Русланды сүйгендіктен емес, оның ұсынатын өмір салты үшін жанында жүрген еді. Сол өмір салтына қауіп төнгенде, оның адалдығы да шайқала бастады. Тыңдашы, бұл уақытша нәрсе. Жақында бәрі қалпына келеді. Алина оны итеріп жіберді. Маған құр уәде керек емес, дәлел керек. Келесі аптада менің туған күнім. Есентай молда көрген сөмкені алып бер. Егер сол сөмкені әкелсен, бәр жақсы екеніне сенемін. Алина ашық айтпаса да, оның қоқан лоқысы ауада қалықтап тұрды.
Руслан диванға шарасыз қылады. Ол сөмке миллиондаған теңге тұрады. Қалыпты жағдайдың өзінде ол ақшаны Айсұлудан арнайы сұраушы еді. Енді шотында жел ысқырып тұрғанда Алинаның талабы өлім жазасы сияқты естілді. Ол қақпанға түсті. Бір жағында өмірін толық бақылауға алған суық құбыжыққа айналған әйелі. Екінші жағында ақша біткен сәтте тырнағын көрсете бастаған көңілгесі. Ақмақ ханзада өзінің мінсіз әлемінің күйреп жатқанын енді ғана түсіне бастады. Бір аптаға созылған жоқшылық Раушан апа мен Русланның жүйкесін жұқартты. Олар бұдан әрі шыдай алмады. Сол түні олар Айсұлудың жұмыстан келуін әдейі күтіп, қонақ бөлмеде тура есік алдынан тосты. Бөлменің барлық шамдарын жарқыратып жағып қойған. Бейне бір тергеу жүргізгелі жатқандай. Біз сөйлесуіміз керек, Айсұлу, деді Руслан, даусына өктемдік қосқысы келіп. Бірақ оның түрінен шаршау мен шарасыздық айқын көрініп тұрды. Айсұлу портфелін жерге қойып, екеуіне сабырмен қарады. Сөйлесейік. Нақпы не қалайсыңдар? Сен бізді азаптап біттің ғой, деп шаңқ ете қалды Раушан апа, өзін ұстай алмай. Барлық жайлылықты кесіп тастадың. Бізді қайшы сияқты өмір сүруге мәжбүрледің. Біз саған қанша жақсылық жасадық? Ал сенің қайтарғаның осы ма? Жақсылық? Айсұлу мырс етіп, күліп жібере жаздады. Қандай жақсылық туралы айтып тұрсыз? Күнделікті еститін қорлық сөздер ме? Әлде ұлыңыздың опасыздығына бата бергеніңіз бе? Айсұлу, бұл шектен шыққандық, деді Руслан сөзге араласып. Сен менің әйелімсің. Сенің міндетің күйеуіне және оның отбасына қызмет ету. Егер жақсы әйел бола алмасаң, онда мүмкін біз не, Руслан, деп Айсұлу оның сөзін бөліп жіберді. Дауысы қылыштың жүзіндегідей өткір шықты. Ажырасамыз ба? Қалағаның сол ма? Бұл тікелей қойылған сұрақ Руслан мен Раушан апаны абдырап тастады. Олар тек қорқытқысы келген еді. Мұндай түбегейлі шешімге дайын емес болатын. Айсұлусыз олардың күні қаран екенін іштей сезетін. Руслан, көрдің бе? Бұның ешқандай сыйластығы қалмаған. Ол шаңырақты ортасына түсіргісі келіп, деп айқайлады Раушан апа, жағдайды ушықтырып. Сен нағыз көргенсіз екенсің, Айсұлу. Біз сені осы беделді әулетке кіргіздік. Қарапайым отбасынан шыққан саған люкс өмір сыйладық. Ал сен енді келіп бүлік шығардың. Жетер енді. Айсұлу олардың жалған әңгімелерінен шаршады. Ештеңе айтпады. Өте баяу қимылмен портфелін ашып, көмір конвертті алып шықты да, ортадағы журнал үстеліне қойды. Бұл не? Деп сұрады Руслан күдіктене. Ашып қараңдар. Қолы дірілдеп Руслан конвертті ашты. Ішінен жылтыр фотосурет шықты. Раушан апа да үңілді. Бір сәтте олардың жүзіндегі ашу мен тәкаппарлық жоғалып, орнын өлімдей бозарыңқы үрей басты. Фотода бутик, ішіндегі кафедегі көрініс анық бейнеленген. Руслан Алинаға ғашық көзбен қарап отыр. Алина оның иығына сүйеніп еркелеуде. Ал қарсысында Раушан апа Алинаның шашын тізеп, аналық мейіріммен күліп отыр. Үш шақты опасыздықтың бұлтартпас дәлелі. Бөлмеге ауыр тыныштық орнады. Қабырғадағы сағаттың тықылдағы балғамен ұрғанда естілді. Ақыры Айсұлу тіл қатты. Даусы бәсең, бірақ дірілдеп шықты. Бұл жылағаннан емес, ұзақ уақыт бойы жиналған ашудан еді. Рахмет сіздерге. Не үшін? Русланның даусы әрең шықты. Айсұлу енесіне тік қарады. Менің ақшама жасалған, ұлыңыздың опасыздығына бата берген жақсылығыңыз үшін. Мен бәріне төлеу үшін, күндіз-түні жұмыс істеп жүргенде, менің есебімнен күйеуімнің көңілдесімен шалқып өмір сүргендеріміз үшін. Сосын Русланға бұрылды. Ал сен, Руслан, жаңа ғана әйелдің міндеті туралы айттым. Ал күйеудің міндеті опасыздық жасау, өтірік айту және әйелінің мойнында паразит болып өмір сүру ме? Жауап болмады. Екеуі де сілейіп қалды. Шындықтың алдында жалаңаш қалғандай күй кешті.
Үстелдегі фотосурет олардың үкімін оқып тұрған үнсіз судьяға айналды. Нағыз дауыл енді басталды. Және олар жасырынатын жер жоқ екенін түсінді. Айсұлудың сөздерінен кейінгі тыныштық дауылдан да ауыр тиді. Раушан апа ондаған жылдар бойы тәкаппарлық маскасын киіп өмір сүрген. Сондықтан оңайлықпен берілгісі келмеді. Ол үшін қателікті мойындау әлсіздіктің ең төменгі шегі. Бозарған жүзі қайтадан қызара бастады. Бірақ ұяттан емес, шығар жол іздеген ашудан. Бұл монтаж! Деп ысылдады ол. Фотоны дірілдеген саусағымен ұстап. Фотошоп қой мынау. Сен бізден құтылу үшін, және менің ұлымның байлығын тартып алу үшін әдейі істеп тұрсың. Айсұлу кірпік қақпастан қарап тұрды. Ұлымыздың байлығы дейсіз бе, мама? Қандай байлық туралы айтып тұрсыз? Раушан апа қолын сермеп, зәулім залды көрсетті. Осы үйдің бәрі Русландікі. Сен мұнда жай ғана кірме адамсың. Біз сені тұрғызып қойғанымызға шүкіршілік етуің керек. Енді келіп, арзан спектакль қоюға ұялмайсың ба? Бұл қоқан-лоқы. Оның соңғы және ең үлкен қателігі болды. Бұл Айсұлуды қорқыту үшін үнемі қолданатын соңғы қару еді. Бірақ бүгін ол қару өздеріне қарсы атуда. Жарайды, деді Айсұлу. Қиын клиентпен сөйлесіп тұрғандай сабырмен. Егер мен мұнда кірмеймін, және үй ұлымыздікі деп санасаңыз, онда сөйлесетін ештеңе жоқ. Раушан апа жеңдім деп ойлады. Орныңды білгенің дұрыс болды. Енді чемоданыңды жина да, ұлымның үйінен қараңды батыр. Жоғал. Руслан жағдайдың тым ушығып кеткенінен шошып кетті. Мама, деп араласқысы келіп еді. Анасының оқтай қадалған көзқарасы оны үнсіз қалдырды. Айсұлу орнынан қозғалмады. Енесіне аяушылықпен жерке. Аралас, түсініксіз көзқараспен қарады. Мен қуана-қуана кетемін, деді ол. Жеңімпаз кейіппен жымиды. Бірақ чемодан жинайтын адамдар сіздер. Ол еңкейіп, портфелінен қалың көк папканы алып шықты. Ашып, ішіндегі құжаттарды үстелге, опасыздық фотосының жанына жайып салды. Онда мөрлері басылған, нотариустың қолы қойылған ресми құжаттар жатыр еді. Ең үстінде тұрғаны, осы үй мен жер учаскесіне иелік ету құқығы туралы шарт. Оқыңыз, деді Айсұлу. Мүлік иесі деген жердегі жалғыз есімді оқыңыз. Руслан дірілдеген қолмен құжатталды. Меншік иесі бағандағы майлы қаріппен жазылған есімді көргенде, көзі шарасынан шыға жаздады. Онда оның аты да, марқұм әкесінің аты да жоқ еді. Тек бір есім. Айсұлу Ермекова. Астында сатып алу күні көрсетілген, олар үйленгенге дейін 2 жыл бұрын. Үй толықтай қолма-қол ақшаға сатып алынған. Құжат Русланның жансыз қолынан сырғып түсті. Раушан апа оны жұлып алып, үрейлене оқыды. 1 рет, 2 рет, 3 рет оқыды. Шындық оны соққы болып ұрғаны сонша, теңселіп барып диванға құлады. Қызарып тұрған беті әп-сәтте өліктей бозарып кетті. Оның өмір бойы сеніп келген аңызы күл талқан болды. Ол ұлының шаңырағындағы бәйбіше емес, өзі менсінбейтін келіннің қайырымдылығының арқышысында күн көріп отырған пәтер жалдаушы, паразит болып шықты. Бұл үй менікі, деп қайталады Айсұлу. Даусы тыныштықты қақ жарып нық естілді. Гараждағы көліктер компанияның активі. Мына жиһаздарды мен төледім. Тіпті кешке аста сіз тамақ ішкен тарелкеде менің ақшам алынған. Ол сәл кідіріп, ащы шындықтың олардың сүйегіне дейін жеткенін күтті. Сонымен, мама, сұрақты қайта қояйын. Егер біреу бұл үйден кетуі керек болса, ол кім? 2 күн бойы үйде тұншықтыратын қырғи қабақ соғыс атмосферасы орнады. Раушан апа ұяттан өртеніп, бөлмесінен шықпай қойды. Руслан торға түскен арыстандай үйді кезіп жүрді. Ашулы, шатасқан және үмітсіз. Айсұлуға телефон арқылы хабарласудың барлық әрекеті сәтсіз болды. Әйелі үйден мүлдем жоғалып кеткенде еді.
бірақ оның бар екені әр бұрыштан сезіліп тұрды. Өшкен жарық, тоқтаған интернет және жаншып бара жатқан тыныштық арқылы. Үшінші күні Русланның телефонына Айслудан хабарлама келді. Қысқа әрі эмоциясыз. Ертең сағат 10-де мына мекенжайға кел. Бәрін аяқтау үшін. Жалғыз кел. Хабарламаның астында Әл-Фараби даңғылындағы Алматының қаржы орталығында орналасқан зәулім ғимараттың мекенжайы тұрды. Руслан бұл Vertex Tower ғимаратының жанынан талай өткен, бірақ ішіне ешқашан кіріп көрмеген. Көңілінде үміт ұшқыны пайда болды. Мүмкін Айслу келіссөз жүргізгісі келетін шығар. Мүмкін мүліктің бір бөлігін, немесе тым болмаса қомақты ақша өндіріп алуға болар. Осы оймен ол баруға бел буды. Ертесіне таңертең қалтасындағы соңғы ақшасына такси шақырып, айтылған мекенжайға жетті. Vertex Tower алдына келгенде бойын бір түрлі сезім биледі. Бұл жай ғана кеңсе емес, алып корпорацияның штаб-пәтер еді. Зәулім ғимараттың холлана кірді. Едені айнадай жылтыраған қара гранит. Оның жақындағанын көрген ресепшндегі қыз бірден орнынан тұрып, жылы жымиды. Қайырлы таң, мырза. Сізге қандай көмек керек? Менің Айслу Ермековамен кездесуім бар еді, деді Руслан сәл қобалжып. Қыздың жүзі одан сайын жадырай түсті. Руслан мырза, әрине. Президент ханым сізді күтіп отыр. Мен сізді шығарып салайын. Президент ханым? Бас директор? Русланның жүрегі дүрсілдеп кетті. Қыздың соңынан еріп, VIP лифтке мінді. Лифт 50 қабатқа, ең жоғарғы деңгейге көтерілді. Есік ашылғанда, оны кәсіби киінген жас келіншек қарсы алды. Қайырлы таң, Руслан мырза. Мен Әселмін. Президент Ермекованың жеке көмекшісімін. Осылай жүріңіз өтінемін. Бастық сізді кабинетінде күтуде. Руслан қалың кілем төселген тыныш дәлізбен жүріп келе жатты. Қарсы кездескен әрбір қызметкер тоқтап, оған құрметпен бас изеді. Бәрі оны танитын сияқты. Дәліздің түбіндегі еменнен жасалған ауыр есікті Әсел ашып жіберді. Ішінде олардың үйінің бірінші қабатынан дәлкен кабинет ашылды. Қабырғалары тұтастай шыныдан жасалған. Алматының таулары мен қаланың панорамасы 360 градусқа көрініп тұр. Бөлменің ортасында қымбат ағаштан жасалған үлкен үстелдің артында бір әйел отыр. Бұл Айслу еді. Бірақ сонымен бірге ол емес сияқты. Үстінде мінсіз тігілген қою, көк іскерлік костюм. Шашы жинақы. Одан билік пен сенімділіктің аурасы сезіліп тұрды. Бұл ас үйде 5 сағат ет асып жүретін келіншек емес. Бұл тағында отырған патшайым еді. Vertex Dynamics'ке. Қош келдім, Руслан, деді Айслу. Даусы тынық, бірақ бөлмеге жаңғырып естілді. Дәлірек айтсақ, менің әлеміме қош келдің. Руслан аузы ашылып, антарылып қалды. Үстел үстіндегі тақтайшадағы жазу бәрін растап тұрды. Айслу Ермекова, президент және бас директор, CEO. Бұл компания сенікі ме? Деп міңгірледі ол. Я, менікі. 8 жыл бұрын кішкентай гараждан бастағанмын, деп жауап берді Айслу. Күн райы туралы айтып отырғандай сабырмен. Ол интеркомның түймесін басты. Әсел, Руслан мырзаға арналған қаржылық есепті әкеліңізші. Бір сәттен соң Әсел кіріп, Русланның алдына қалың папканы қойды. Аш, деп бұйырды Айслу. Руслан дірілдеген қолмен папканы ашты. Ішінде ай сайын оған түсіп тұрған инвестициялық табыстың егжей-тегжейі жазылған. Бірақ бұл инвестиция емес. Компания шығындарының бір бап екен. Басшылықтың отбасы мүшелерін қамтамасыз ету жәрдемақысы. Келесі бетте оның және анасының несие карталарынан жасалған барлық шығындар тізімі тұр. Бәрі Vertex Dynamics есебінен толық төленіп келген. Сенің осы уақытқа дейін ие болғанын, ішіп жегенің, тіпті көңілдесінді асырауға жұмсаған ақшаң, деп жалғастырды Айслу эмоциясыз даусымен.
Бәрі менің саған бөлген жәрдемақым еді. Менің күйеуім болғаның үшін берілген әлеуметтік пакет. Айсұлу оның қорқынышқа толы көзіне тура қарады. Дәл жұмысын дұрыс істемеген қызметкерге қарағандай. Бүгіннен бастап бұл әлеуметтік пакет ресми түрде жойылды. Руслан орындыққа сұлық құлады. Оның көрінбейтін тәжі күлге айналды. Ақымақ Ханзада ақыры түсінді. Ол ешкім емес. Бар болғаны шығындар тізімнен сызылып тасталған бір жол ғана екен. Русланның Вертекс мұнарасындағы жеңілісі психологиялық соққы болса, Айсұлу онымен тоқтамады. Ол Руслан мен Раушан апа сияқты адамдар үшін ең ауыр соққы статус символдарынан айырылу екенін жақсы білетін. Бұл кездесуден 2 күн өткен соң, Руслан мақтану үшін жиі мінетін қызыл спорттық көлік үйдің алдында тұрған. Руслан достарынан қарыз сұрауға шығуға дайындалып жатты. Бұл ол үшін өте намысты іс еді. Есікті ашқаны сол еді. Үйдің қақпасын жауып, 2 үлкен эвакуатор тоқтады. Көліктерден Vertex Logistics униформасын киген еңгезердей жігіттер түсті. Қайырлы күн. Біз активтерді басқару бөлімненбіз, деді топ басшысы сыпайы, бірақ қатал түрде ордерді көрсетіп. Осы құжатта көрсетілген 2 көлікті тәркілеуге келдік. Олар компанияның меншігі болып табылады. Біреуі Русланның спорттық көлігі. Екіншісі Раушан апаның құрбыларына мақтанатын сәнді жол талғамайтын көлігі, SUV. Бұларым не? Бұл менің көлігім, деп қарсыласты Руслан. Біздің базамызда бұл көлік Vertex Dynamics компаниясының балансында қызметтік көлік ретінде тіркелген. Бұл жеке меншік емес, мырза, деп жауап берді қызметкер сабырмен. Жігіттеріне бастандар деген белгі беріп, үйдің ішінен шуды естіген Раушан апа атып шықты. Сүйікті Лексусның сүйретіліп жатқанын көріп, көзі шарасынан шығып кете жаздады. Ей, не істеп жатырсыңдар? Менің кім екенімді білесіңдер ме, а? Деп шыңғырды ол. Көршілер терезелерін ашып, кейбірі далаға шығып, зәулім үйдің алдындағы тегін циркті тамашалай бастады. Бұл өзін ақсүйекпін деп санайтын Раушан апа үшін нағыз тозақ еді. Көршілердің сыбыры, мысқыл күлкісі оның сүйегінен өтіп бара жатты. Біз тек заңды иесінің нұсқауын орындап жатырмыз, апай, деді қызметкер, оның айқайын елеместен. Руслан мен анасы ештеңе істей алмады. Мақтаныштарының символы болған қос тұлпардың эвакуаторға теліп, алыстап бара жатқанын шарасыз бақылап тұрды. Енді олар алтын күймесіз қалған. Қаңырап бос қалған сарайда қамалып қалды. Көршілердің көзінше болған бұл масқара ақшасыз қалудан да ауыр тиді. Айсұлу олардың тек байлығын емес, ұзақ уақыт киіп жүрген әлеуметтік маскасында сыпырып алды. Руслан үшін көліктен айырылу ауыр соққы болса, өлімші соққы күтпеген жақтан Алинадан келді. Алинаның туған күніне 2 күн қалған. Руслан өміріндегі ең қиын жағдайда. Ақша жоқ, көлік жоқ, бедел жоқ. Шарасыздықтан Айсұлудың бір кездері сыйлаған қымбат швейцариялық сағатын ломбардқа өткізді. Сол ақшаға отандық брендтен тәуір сөмке сатып алды. Әрине, бұл Алина талап еткен Эссентай молдағы брендтердің қасында түкке тұрғысыз еді. Ол Алинаның жалдамалы пәтеріне гүл шоғымен және қораппен келді. Алина алғашында жымиып қарсы алғанымен, қораптың ішін көргенде түрі бұзылып кетті. Бұл не? Деп сұрады ол жиіркенішпен. Бұл саған сыйлық. Туған күніңмен, жаным, деді Руслан қысылып. Алина мысқылдап күлді. Сыйлық? Осыны сыйлық дейсің бе? Менің базарға ұстайтын сөмкем бұдан қымбат тұрады ғой. Алина, түсінші. Қазір қиын кезең болып тұр. Сенің қиындығында менің шаруам жоқ, деп айқайлады Алина. Оның шыдамы таусылды. Сөмкені қорабымен қоса Русланға лақтырып жіберді. Сенің сылтауларына шаршадым. Сен нағыз ынжықсың. Тәжінен айырылған ақымақ Ханзадасың. Қаяшы болып қалған сенімен жүре береді деп ойладың ба? Сен әйелінің есебінен күн көріп жүрген паразитсің, Руслан. Әйелің краны жапқан еді. Сен кім болдың? Ешкім емессің.
Алинаның әр сөзі Русланның онсыз да жаралы намысына тоз сепкендей болды. Мен орныңды басатын адам тауып қойдым, деді Алина, қатыдыгес күлкімен. Нағыз еркек. Сен сияқты маманың баласы емес. Дәл сол кезде төменнен қымбат көліктің сигналы естілді. Алина қолына нағыз брендтік миллион тұратын сөмкесін ілді. Мына сөмкені қайдан алдың? Деп сұрады Руслан, қарлыққан дауыспен. Серік аға алып берді. Келесі аптада туған күнімді тойлауға Парижге алып кетеді, деді Алина немқұрайлы. Ол Русланды иығымен қағып өтіп, есікті ашты. Айтпақшы, мына пәтердің ақысы ертең бітеді. Далада қалғаның мен құттықтаймын. Алина есікті Русланның бетіне тарс жапты. Терезеден Руслан Алинаның төмен түсіп, егде жастағы ауқатты кісі жүргізген су жаңа Бентлиге отырғанын көрді. Олар күлісіп, алыстап кетті. Руслан бос пәтердің дәлізінде жалғыз қалды. Өмірінде алғаш рет ол өзін толықтай тасталған, керексіз заттай сезінді. Алинадан соққы жеген Руслан үйге сүйретіліп әрең жетті. Анасы қараңғы қонақ бөлмеде отыр екен. Электр жарығын өшіріп тастапты. Төлемеген, дәлірегі төлей алмаған. Тек авариялық шамның әлсіз жарығы қымбат жиһаздарға қонған шаңды көрсетіп тұр. Олар үнсіз отырды. Тағынан құлаған екі бейбақ. Кенет есік ашылды. Айсұлу кірді. Оның сұлбасы сырттан түскен жарықпен айқын көрінді. Ол шам жаққан жоқ. Есік аузында тұрып, қараңғыда бүрсіп отырған екеуіне қарады. Мен соңғы ұсыныс жасауға келдім, деді Айсұлу. Даусы суық, әрі ресми. Руслан мен Раушан апа бастарын көтерді. Сіздерде екі таңдау бар, деп жалғастырды Айсұлу. Біріншісі, бүгін түнде осы үйден кетесіздер. Киімдеріңізді ғана алуға рұқсат. Қалғаны қалады. Мен ешқандай қылмысты іс қозғамаймын. Қайда барсаңыздар да еріктеріңіз. Бұл ақшасыз, баспанасыз далада қалу деген сөз еді. Екінші таңдау. Айсұлу қолын созды. Алақанында жалғыз кілт жатыр. Мен қаланың шетінен сіздерге шағын пәтер жалдадым. 3 айлық ақысы төленген. Ішінде ең қажетті жиһаз бар және үстел үстінде 1 апталық азық-түлікке жететін ақша қалдырдым. Одан кейін өз күндеріңізді өздеріңіз көресіздер. Раушан апа кілтке үрейлене қарады. Ондаған жылдар бойы хан сарайында өмір сүргеннен кейін қаланың шетіндегі тар пәтерге бару сұмдық қорлық еді. Бірақ Руслан жағдайға басқаша қарады. Алинаның қорлауынан және соқыр тиынсыз далада қалғаннан кейін Айсұлудың бұл ұсынысы ашық теңіздегі құтқарушы шеңбердей көрінді. Иә, бұл маскара. Бірақ бұл тірі қалудың жалғыз жолы. Ауыр қадаммен әлі шокта отырған анасының жанынан өтіп, Руслан Айсұлуға жақындады. Әйелінің көзіне қарауға дәті бармады. Басын төмен салып, Айсұлудың алақанындағы кілтті алды. Кілт қолына зілдей болып тиді. Бұл олардың жаңа, ауыр өмірінің кілті және толық жеңілудің белгісі еді. Сол түні қолдарына тек киім толы 2 чемодан ұстаған Руслан мен Раушан апа Яндекс таксиге мініп, сарайларын тастап шықты. Такси қаланың шетіндегі ескі аудандардың біріне тар көшеге келіп тоқтады. Жалдамалы пәтер олар қорыққандай ақ болып шықты. Кішкентай, қабырғасының бояуы көшкен, кіреберісінде жалғыз сарғайған шам жанып тұр. Есікті ашқанда мұрындарына сызбен ескіліктің иісі келді. Бұл олардың ащы шындығы еді. Алтын тақтан құлап, түбі жоқ тұңғиыққа түсті. Тар жалдамалы пәтердегі өмір Раушан апа үшін нағыз тозақтың өзі болды. Жұқа қабырғалар арқылы көршілердің айқай-шуы естіліп, төбеден күн өтіп тұратын. Әрбір тиынды санап, тамақ ішерде де екі ойланып қалатын ащы шындық оның тәкаппарлығын күн сайын мүжіп жатты. Айсұлу қалдырған азын аулақ ақша көзді ашып жұмғанша таусылды. Енді олар Русланның тұрақсыз әрі мардымсыз табысына қарап қалды. Менмендік. Енді оларға қол жетімсіз люкс еді.
Раушан апаның намысына берілген ең ауыр соққы. Ол шарасыздықтан өзінің бай құрбыларының біріне хабарласқанда тиді. Телефон балансындағы соңғы бірліктермен, бұрын өзін мақтап, жағымпазданып жүретін құрбысына қоңырау шалып, дірілдеген дауыспен қарсы сұрады. Жауап мұздай суық, әрі қорлауға тол болды. Ой, Раушан, ренжіме. Күйеуім аты шыққан, беделі түскен адамдармен араласпа, деп ұрсады. Оның үстіне, біз ертең Швейцарияға демалуға ұшып бара жатырмыз. Өзімізге де валюта керек. Телефон тұтқасы қойылды. Дәл сол сәтте Раушан апаның ішінде бірдеңе үзіліп кетті. Өзі табынған әлеуметтік статуспен элита дегені қағаздан да жұқа екенін түсінді. Артыңда ақша мен билік тұрмаса, ол орта үшін сен ешкім емессің. Жай ғана өсек тақырбысың. Бойында қалған соңғы күш, жігері мен намысын жинап, өмірінде ешқашан жасамаған қадамға барды. Ығы-жығы, Қапырық қалалық автобусқа отырып, Vertex Towerге тартты. Зәулім ғимараттың холланда ол кішкентай әрі бейшара болып көрінді. Кезінде брендтен киінетін әйелдің үстіндегі киімі енді ескіріп, жүдеп қалыпты. Айслудың көмекшісі Әсел оны көріп, аяушылықпен қарады. Оны басшының кабинетіне емес, кішігірім сөз бөлмесіне кіргізді. Бірнеше минуттан соң Айслу кірді. Үстінде қымбат костюм емес, қарапайым жейдемен шалбар, жүзі тынық. Жеңімпаздың ешқандай белгісі жоқ, тек сабырлы. Раушан апа бұдан әрі шыдай алмады. Еденге тізерлеп отыра кетті де, еңкілдеп жылап жіберді. Бұл бұрынғыдай манипуляция жасайтын актрисаның көз жас емес, бәрінен айырылған Карананың шарасыз өксігеді. Кешір, Айсылу. Кешір мені, деп өксіп жылады. Мен қателестім. Мен тым тәкаппар болдым. Саған қатыгездік жасадым. Мен сені қызғандым. Сенің мықтылығыңды, ақылыңды көріп қызғандым. Ал менің ұлымның қолынан түк келмейтініне ызаланып, бар кінәні саған арттым. Ол бәрін мойындады. Айслудың жетістігін іштей біліп көре алмағанын, ұлының ынжықтығын жасыру үшін, келінін басып тастағысы келгенін, тіпті өзі басқара алатын ақмақ келін іздеп, Матеоны көзге шөп салуға итермелегенін бәрін айтты. Өтінемін, Айслу. Маған байлықты қайтар деп сұрамаймын. Жай ғана бұлай өмір сүре алмаймын. Мені жазала, бірақ Русланға оған тым қатты болмаш. Оның бар қателігі менің дұрыс тәрбие бермегенімнен. Айслу үнсіз тыңдады. Оны тұрғызуға асықпады. Енесінің ішіндегі барлық у мен өкініштің сыртқа шыққанын күтті. Өксігі басылғанда ғана тіл қатты. Даусы жұмсақ, бірақ нық шықты. Тұрыңыз, мама. Еденде отырғаннан ештеңе өзгермейді. Өзгеру үшін іс әрекет керек. Бұл жаза сіздерді қинау үшін емес, үйрету үшін берілді. Қандай сабақ алдыңыз? Раушан апа жасқа толы көзімен келініне қарады. Алғаш рет ол Айслуды келін немесе банкомат емес, өзінен әлде қайда дана әрі күшті әйел ретінде көрді. Анасы өкініштің ащы дәмін татып жатқанда, Руслан қала сыртындағы ірі логистикалық қоймада шаң мен тер жұтып жүрген еді. Ешқандай жұмыс өтілі жоқ болғандықтан, ондаған кеңседен бас тарту естіген соң, таба алған жалғыз жұмысы жүк тасушы, грузчик болды. Бірінші күн ол үшін нағыз тозақ болды. Жұмсақ диван мен салқын кондиционерге үйренген денесі, қапырық қоймада ауыр қораптарды көтергенде шыңғырып ауырды. Бұлшық еттері үзіліп кете жаздады. Нәзік алақаны 1 сағаттың ішінде қан жоса болып қабынып кетті. Бригадирі дөрекі кісі екен. Сәл баяуласа боқта байқайлайтын. Түскі аста басқа жұмысшылармен бірге картон қораптың үстінде отырып, үйден әкелген қарапайым тамағын жеді. Олардың әңгімелерін тыңдады. Біреуі мопедінің несиесін қалай жабарын білмей отыр. Біреуі баласының оқу ақысын уайымдауда. Бұлар Русланның құлағына жат естілетін шынайы өмірдің мәселелері еді. Мұнда ешкімге оның тегінің немесе бұрын қандай көлік айдағанның маңызы жоқ. Мұндағы құндылық
Қанша қорап таси алатынымен ғана өлшенетін. Әр түн сайын жалдамалы пәтерге денесі жаншылып, өліп талып жететін. Ештеңе ойлауға мышасы келмей, құлай салып ұйықтайтын. Бірақ ақырын ауыр еңбек оны өзгерте бастады. Оның менмендігі мен жалқаулығы маңдай терімен бірге ағып түсіп жатты. Бірінші аптаның соңында ол жалақысын алды. Қомыр конвертке салынған бірнеше ескі купюра. Бұл сома бұрын Алинамен баратын кафедегі бір шайнек шайға да жетпейтін еді. Бірақ сол ақшаға қарап тұрып, Руслан жүрегінде бұрын сезініп көрмеген бір түрлі сезімді байқады. Бұл мақтаныш еді. Бұл ақша оныкі. Сыйлық емес, жәрдемақығы емес, әйелінің есебінен емес. Бұл өзінің адал еңбегінің нәтижесі. Сол түні өмірінде бірінші рет тапқан табысын тұтастай анасына берді. «Мама, мынау осы аптадағы азық-түлікке», деді қысқа қайырып. Ауырған денесін демалдыру үшін бөлмесіне кетті. Раушан апа қолындағы ақшаға, сосын ұлының арқасына қарады. Ұлының иығы бұрынғыдан гөрі тік, жүрісі нық болып бара жатқандай. Көзіне қайтадан жас келді. Оның ақымақ ханзадасы ақыры еркек болды үйрене бастапты. Раушан апамен болған кездесуден бір ай өткен соң, Айсұлу өткен өмірінің соңғы парағын жабуды ұйғарды. Ол Русланмен кеңседе немесе үйде емес, жүк тасушылар түскі ас ішетін кішкентай арзан асханада кездесті. Руслан бұрышта жалғыз отырып, тамағын ашыға жеп жатыр екен. Оның сырт келбеті қатты өзгеріпті. Терісі қарайған, денесі шымырланған. Ал көз қарасы бұрынғыдай бос емес. Жұмысшы адамға тән жинақылық бар. Айсұлудың келіп қарсысына отырғанына таңғалмады. Айсұлу бұл ортадан ерекшеленіп тұрса да, киімі қарапайым, бірақ талғампаз еді. Одан бұрынғыдай суық, үрейлі аура емес. Тыныштық пен бейбітшілік сезілетін. «Қалайсың, Руслан?» деп амандасты Айсұлу. Даусы шынайы. «Жаман емес, шүкір», деді Руслан, қысқа әрі қысыла жауап беріп. «Неғып жүрсің мұнда?» Айсұлу бірден іске көшті. Екеуінің тәрелкесінің ортасына қалың папка қойды. «Бұл құжаттар, Руслан. Оқып шық. Егер келіссең, қол қой». Руслан мұның не екенін бірден түсінді. Ажырасу қағаздары. Ашып жылдам қарап шықты. Айсұлу ештеңе талап етпеген. Мүлікті бөлу туралы бөлімде Айсұлудың атындағы барлық активтер өзінде қалатыны, ал Русланға ешқандай өтемақы төленбейтіні жазылған. Руслан бұл шындықты әлдеқашан қабылдаған еді. Ешқандай қорлайтын ауыр шарттар жоқ. Бәрі таза, әрі заңды. «Мен қиындық тудырмаймын», деді Руслан қарлыққан дауыспен, құжаттан басын көтерместен. «Қол қоямын». «Рахмет». Арада үнсіздік орнады. Асхананың ушуы олардың арасындағы бос кеңістікті толтырттырды. «Айсұлу», деді Руслан. Ақыры бір кездері әйелі болған адамның көзіне тура қарауға батылы жетіп. «Бәрі үшін кешір. Кеш екенін білемін. Кешіріміңнен дәмеленбеймін де. Тек біліп жүрші, мен шынымен өкінемін». Айсұлу оған қарады, және ұзақ уақыттан бері алғаш рет шынайы Русланды көрді. Ақымақ ханзаданы емес, апасыз күйеуді емес. Жай ғана көп қателік жасаған, және қазір соның сазайын тартып жүрген ер адамды көрді. «Мен сені кешірдім, Руслан», деді Айсұлу ақырым ғана. «Және өзімді де кешірдім. Өзімді сонша уақыт ұмыт қалдырғаным үшін. Енді екеуміз де жаңа өмір бастай аламыз». Руслан Айсұлу ұсынған қаламмен құжаттарға қол қойды. Папканы қайтарып бергенде, ығынан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалды. Бұл қайғылы аяқталған оқиға болса да, екеуі үшін де жеңілдік еді. Екіжүзділікке толы некелері қарапайым асханада, тамақ қалдықтары мен маңдай тердің иісі сіңген үстел үстінде ресми түрде аяқталды. Айлар өтті. Руслан мен Раушан апаның өмірі жаңа,
ауыр ырғаққа түсті. Айсылу төлеген 3 айлық пәтер ақысы біткен соң, олар жалдау ақысын өздері төлеуге мәжбүр болды. Қаланың орталығынан тіпті алыс, шет жақтағы одан да кішкентай пәтерге көшті. Ешқандай мамандық жоқ Раушан апа, көршілеріне қолдан пісірілген печенье мен бәліш сатуды бастады. Бұрын тек қонақтарға мақтану үшін жасайтын кондитерлік өнері енді күн көріс көзіне айналды. Әр таң сайын базарға барып, көкөністің бағасын түсіруге саудаласып, әр тиынды үнемдеуді үйренді. Ол енді шағымданбайтын болды. Қартайған жүзінен шаршау байқалғанмен, бұрын соңды болмаған бір қайрат пайда болды. Руслан қоймадағы жұмысын жалғастырды. Жалақысы аз болса да, ол еңбекқор жұмысшыға айналды. Енді ол спорттық көліктер мен қымбат сағаттарды армандамайды. Оның армандары әлдеқайда қарапайым. Пәтер ақысын уақытында төлеу және анасының пісіретін бәліштеріне керекті ұн мен майға ақша жеткізу. Ана мен баланың қарым-қатынасы түбегейлі өзгерді. Бұрын олар жалқаулық пен менмендіктің серіктері болса, қазір тірі қалу үшін тіресе күресіп жүрген команда. Кейде Руслан жұмыстан сүйретіліп келгенде, анасының ыстық пештің алдында шаршап, отырған жерінде ұйықтап кеткенін көретін. Сосын үстіне ақырын ғана көрпе жабатын. Бұл бұрын оның ойына да кіріп шықпайтын мейірімділік пен қамқорлықтың белгісі еді. Олар бәрінен айырылды. Байлықтан, статустан, жалған достар мен отбасынан. Бұл өмірдің өте қымбат сабағы болды. Олар бақытты емес еді. Бірақ ең бастысы, олар енді өтірік өмір сүрмейді. Кедейлік пен ауыр еңбектің арасында жүріп, жоғалтқан адами қадір қасиеттерін түйірлеп болса да қайтарып жатты. Айсылу оларға балық берген жоқ, тіпті қармақта ұстатпады. Ол жай ғана оларды ашық теңізге лақтырып жіберіп, жүзуді үйренуге мәжбүрледі. Және таңқаларлығы, олар батып кетпей жүзіп шықты. 1 жылдан соң. Айсылу Сингапурдағы жаңа кеңсесінің зәулім терезесінің алдында тұрды. Vertex Dynamics, оңтүстік шығыс Азия нарығын кеңінен жаулап алды. Жаңа ғана қол қойған келісімшарттың құны $миллиардтаған құрайды. Ол езу тартты. Бұл бұрынғыдай суық, есепшіл күлкі емес, шынайы қанағат пен тыныштыққа толы жымиыс еді. Ажырасудан кейін олар атыра Руслан мен Раушан апаның жағдайын көмекшісі Әсел арқылы сырттай біліп отыратын. Олардың өз бетінше күн көре алатынына көзі жеткен соң, Айсылу өткенді толықтай жіберді. Енді ол кек алудың көлеңкесінде өмір сүрмейді. Оның бар энергиясы енді өз империясын құруға және ең бастысы өз бақытын табуға бағытталды. Ол өзіне көбірек уақыт бөле бастады. Сурет салуды үйренді. Жалғыз саяхаттады. Жаңа шынайы достар тапты. Телефоны шырылдады. Бұл құрбысы Камиланың видеоқоңырауы еді. Құттықтаймын, президент ханым. Сұмдық. Келісімшарт туралы жаңалықтардан көрдім, деп айқайлады Камила экранның арғы жағынан. Айсылу күліп жіберді. Рахмет, Камила. Бәрі сенің қолдауының арқасы. Сонымен елге қашан ораласың? Жуырда атап өтуіміз керек қой. Жақында, деді Айсылу. Төмендегі жарқыраған қалаға көз тастап. Қоңыраудан кейін Айсылу қаланың шексіз шамдарына қарап ұзақ тұрды. Бұрын ол байлығын өзін жалған өмірге қамап қойған алтын тор деп санайтын. Біреудің эгосын қорғау үшін ол өз еркімен кішкентай, көрінбейтін құсқа айналған еді. Енді ол түсінді. Ол тор ешқашан болмаған. Есік әрқашан ашық тұрған. Тек оның ұшуға батылы жетпеген екен. Сол апасыздық, сол ауырсыну оның торын талқандаған дауыл болды. Ал оның кегі, қанатын қалай қағу керектігін үйреткен сабақ еді. Енді оған тордың қажеті жоқ. Енді оған біреу үшін өз жарығын бәсеңдетудің керегі жоқ. Ол Айсылу Ермекова. Біреудің әйелі емес, біреудің келіні емес. Ол өз тағдырының патшайымы.